Саламатсыздарбы Атырау кала тургундары менен конактары. Бүгүн бизде Султан Бейбарыс көчө даңгылы, яғни бұл жерде 5-8 жол белги талабы орналасқан. Ол нені айтады? Бізде бірінші жолақпен келе жатсаңыз, ол міндетті түрде оңға бұрылу керек. Оңға қарай бұрыламыз. Ортаңғы жолақпен жатсаңыз, ол міндетті түрде көпірге қарай бағытталасыз. Мінесіз яғни. Ал үшінші жолақпен жатсаңыз, іске жүресіз, немесе кері айналасыз. Осы жол белгі талабын қатаң сақтауға сіздерден шақырамын. Қарасаңыздар, өзінің приора автокөлігі, міне, көріп тұрсыздар, 907 автокөлігі қатерініп кетті. Яғни ол оңға бұру керек болды. Рамазан аға, манағы көпірге міне берсе 5-8 жол белгі талабы орналасқан, яғни жолақтар бойынша жүру. Яғни бірінші жолақпен жатсаңыз, сіз міндетті түрде оңға қарай бұру керек болдыңыз. Ал сіз былай келіп, мініп кеткенсіз, ол жерде апатты жағдай туғызады. Басқа автокөліктер кедергі түсіріп сол. Қазір сізге әкімшілік құқық бұзу кодексінің 601 бабымен әкімшілік хаттама жасақталады. 7 жұмыс күнінде төлесеңіз, оның айыппұл сомасы 6480. 7 жұмыс күнінде төлейсіз. Түсінікті ол сізге. Келесі қайталамаңыз, басқа жүргізушілерге қосымша айтып жүрмеңіз. Түсінікті ол. Атырау қала тұрғындарының қонақтары, сіздерге айтарымыз, жол белгі талаптарын қатаң сақтап, қала аумағында жылдамдықты асырмай, ешқандай жол жүріс ережелерін бұзбауды шақырамыз.